Жеті ата қазақ халқының ежелден келе жатқан шежірелік жүйесі. Қазақ баласы ата-бабасының есімдерін шежіреге жазып, әкесінен бастап атасын, одан кейінгі ата-бабаларын, жеті атасын жатқа айтатын болған. Олардан тараған ұрпақ бір атаның балалары деп есептелген. Жеті атадан тараған ұрпақ жеті рулы елге айналған. Ғалымдар жеті атаға дейінгі ұрпақ алмасу шамамен 1,5 ғасырға созылатынын дәлелдеп отыр. Қазақ халқы ұрпағына кішкентай кезінен жеті атасын жаңылмай атауды үйреткен. Көрген адам жеті атаң кім деп сұрайтын болған. Қазақ баласы үшін жеті атасын білмеуді ар-ұят, намыс деп саналған. Бүгін біз қала тұрғындарынан жеті атасын атап беруді сұраған болатынбыз. Жеті атаңызды білесіз ба? Жеті атам мысалы Рахман, Төлеген, ойбай. Оны Гүлжанар, оны жаттау керек. Жеті атам білемін негізі. Мен аталарым анақта Ыстықкөлдің арғы бетінде. Иә. Кебек, өзім атам Моңғолдар, оның атасы Кебек, Чомой, сосын сол 4 адаға шейін білемін, ар жағын ұмытып қалыппын, сөздің ішіне керек. Емеш, Таубай, Шалғынбай, Досқан, Түктібай, Бөрі, Тоқтасын. Балаларыңыз, немерелеріңіз біле ма? Біледі. Мен ағам кітабын ағам. Батыр Жайдақ деген шезін томы бар. Сода бәрі шыққан, немереме дейін жазып болғам. Кеше кіші балам көптім. Кепті де ана оқымайтын еді, орысшаға кеткенде, ана қазақ жазылған. Ана көріп түсіріп атыр да, неге дедім, бір сұраған ғой енді, сен білмейсің андай деген. Мен әкелгенде күлген, мына не қаласың деді, мен 10 мыңға сатып айдым да. Ол білген дұрыс негізінде. Ол адам, кейінде бывайды, үйленеді, ажыратты, оның қызы болады, ана тағын басқа үйленді, екеуінің қыздар үйленіп қосылып қатын жағдайлар болады. Сол болмау үшін ата-бабамыздың салтын дұрысын ұстау керек та, дұрыс. Жеті атамды өндік біз төрт атамды білем, басқасын білмеймін. Әкемнен ерте қалдым. 10 жаста қалдым мен. Оны точно білмеймін. Сол үлкен жалғыз ағам. Соны мен жақсы түсінбеймін. Несін немен кітаптан анда-санда көремін, сол төртеуін таптым, бұл басқа тақы жоқ. Мадияр, Сичан, Хайрош, Тауыш, Ақша, Жаман, Әлім. Білемін, өзім білемін. Иә. Біріншісі Шәңгібай атамыз, одан кейін Қомбай, одан кейін Арын, одан кейін Бердеш, одан кейін Омар, Рахман берді, Жамбыл, өзімді шеті. Аламан, Тойын, Алтыбасар, Есқожа, Байбөрі, Сүйін, Қазбек, Қожалым, Тілебалды, оның қызы мен. Ол өзді қызым, өзім ана Севердің қызымын, Көкшетау жақтан келген қызбын. Негізі сол Көкшетау, мына Астана жағының қызымын ғой. Біздің жақта ондай болмаған. Мен осында 21 жасымда келдім. Сол уақытта осы жақтан үйрендім. Қай ата, кіші жүз, үлкен жүз, ұлы жүз деп. Сондықтан мен ойлаймын, білмеймін, енді қазір 80-нің 5-еуінде тұрмын. Атамды білмесем де жүріп жатырмын, сүріп жатыр. Бірақ жеті атаны білуіміз керек па, қазақтар? Енді солай деп айтады ғой, мына біздің мұсылман үлкендеріміз, бізден үлкендер. Жеті атаны білу керек деп. Мен, например, өзім білмеймін. Сол ғана. Жеті атамыз не үшін білуіміз керек? Жеті атаны білмеген жетесіз дейді ғой. Әр қазақ білуге міндетті деп ойлаймын өз басым. Ол атадан мұраға қалып келетқан дүние ғой ол. Жеті атаны білмеген адам жетесіз деп ойлаймын. Ол не үшін қажет болды бізге ал? Ол не үшін қажет болды? Ата заңыңды, өзің кімнен шыққаныңды, тегіңді білу үшін керек деп ойлаймын өз басым. Жеті атаны білу үшін өзіміздің қазақтардың несі бұзылмау үшін, мысалы, қаны. Кейбір қазақтың қыздары шетелге тұрмысқа шығып жатыр ғой. Мысалы, жеті атаны білген жақсы деп ойлаймын енді өзім. Немерелеріме де үйретемін сондайды. Енді ол жеті ата деген ол баяғыдан келетқан не ғой? Ол ата-бабамыз шығарғанда қан айналыспасын деп, содан шығады. Әйтпесе жеті ата өтпесе,
нелер туады, уродтар туады, нелер болады. А так ондай ешқандай не жоқ. Сондай заң бар ғой енді. Ол заң болғанда ол не то что не табиғи да сондай болып келеді ғой. Қан таза болу үшін. Мысалы, мен батырмын, мен жайдақтың қызымен алуға болмайды. Ол қыз қан бұзылады деген сөз. Жеті сол тазалыққа. Ең ішінде қанның тазалығы, Қазақстанның халықтарының тазалығы қан. Ол соны білемін. Ол біздің ата-бабамыздан кетірген дәстүр болады ғой. Адам өзінің тарихынсыз адам емес қой. Жеті атасын білмеген жетесіз дейді. Мысалы, мен өз жеті атамды білемін. Және де әрбір қазақ білу керек деп ойлаймын. Жеті атаны білу керекпіз. Ата-бабамызды білуіміз керек. Тарих. Ол келешек ұрпаққа сабақ бір жағы қазақи құндылық. Білген жақсы ғой. Қазіргі балаларда біледі ғой негіз қазақи жағын жақсы нақыштап бәрін. Әр адам өзінің жеті атасын білуі тиіс. Өйткені біздің қазақтың қаны енді таза халықпыз ғой. Бір-бірімен қыз алыспайды. Сол үшін әр адам өзінің жеті атасын білуге тиіс деп ойлаймын. Гендерлік енді маңызды деп ойлаймын. Өйткені ол отбасын құрарда да жастарға генімізге байланысты ғой. Бірдей болып қалмасын, түрлі аурулардан сақтасын деп ата-бабамыз жеті атасын білдірген. Сол үшін деп ойлаймын. Қазақ халқы тектік қорын сақтау, ұрпақ саулығы, қан тазалығы үшін жеті атаға дейін қыз алыспаған. Есім ханның ескі жолында 7-ші буынға дейін некеге тұруға тыйым салған. Ал Тәуке ханның 7 жарғы заңдарының жинағында болашақ жұбайлардың 7 атаға дейін туыстық қатынаста болмауы талап етілген. 7 атаға қатысты 7 атасын білмеген жетесіз, 7 атасын білген жетімдік көрмейді, 7 атасын білген ол 7 жұрттың қамын жер, 7 атасын білмеген құлағы мен жағын жер деген мақал мәтелдер бағзы заманнан айтылып келе жатса керек. Құрметті тыңдарман, ал сіздер 7 атаңызды білесіз бе?